Дені саудың жаны сау демекші денсаулықты ойлау керек. Ал Грузияда денсаулығыңызды жақсартатын жердің бірден бірі ол әрине Боржоми. Ең бірінші рет Боржомиді ішіп көрейін деп жатырмын. Дәмі бір түрлі. Мен міндім әйтеуір мінген еңбегіме жетті қараңыз. Боржомиға келіп жатсаңыздар, осы жерге міндетті түрде соғыңыздар. Сіздерге менен рекомен. Боржомиге Тбилиси арқылы 12 лариге келдім. Дедубе деген автостанциядан жүрдім. Дедубе деген станциядан түсіп, осы базардың ішіне кіріп, осы жерде таксилер тұрады, яғни маршруткалар тұрады. Солармен қазір бұйырса Боржомиға баратын боламыз. Боржомиға осы жерден жүреді. Метродан шыққан бойда сол жақта осы жерде газельдер тұрады, осындай мерстар тұрады. Осылармен барамыз. Бұйырса 2 сағатта Боржомида жетеміз. Санасы 12 лари. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Қызық болады деп ойлаймын, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Бұйырса Алла болса, сол әлемге әйгілі Боржомиді ішіп көретін боламын. Жол 3 сағаттай алды. Қараңғыда келдім қалаға. Жергілікті адамдардан сұрап, орталықтан жақсы гестхаус тауып алдым. 60 лариге жіберді. Аллаға шүкір, әйтеуір түнделетіп болса да Боржоми қаласына жетіп алдым. Жаңа гестхаус тауып алдым, 60 лариға бір түнге. Нормальный цена деп ойлаймын. Бұйырса ертең таңертең Боржоми қаласына аралап, Боржомиді ішіп көретін боламын. Кешкі ас осындай грузинский. Примерно осының барлығы 10 лари. Кешкі асты ішіп алып, түнгі Боржомимен серуендеп, кеш болған соң үйге барып, ұйқыға кеттім. Осындай үй 60 лари тұрады Боржомида. Ішінде керектінің бәрі бар. Холодильник, кухняға керектілердің барлығы бар. Шайник, отырғыш, кровать, шағын диваны бар. Бұл жақта душ, ыстық су, салқын су. Не керектінің бәрі бар. Орамал барлығына кетіп берді. 60 лари. Менің ойымша 60 лари деген өте мықты цена. Боржомида кішкене басқа қалалар Батуми мен Тбилисиге қарағанда цена арзандау екен. Таң ертемен таңға ішіп Боржомидің керемет таулы көшелерімен серуенді бастадым. Қайда барсаң да тау. Айқай тау. Боржоми қаласы мен Казбегидің бір ұқсастығы бар екен. Екеуі де бір таудың ортасында орналасқан сияқты. Казбегидің де айналасы барлығы тау қоршаған. Мұнда да Боржомиде де дәл солай. Айналаның барлығы. Қай жаққа қарасаң да тау. Ал қала ортасындағы жағалауды мықты жасап қойған екен. Мосттары да көп екен. Жағалауды күшті істеп тастаған екен. Өзен ағып жатыр. Машинасы да өтетін, адамдар да өтетін мост. Жағалауда отырғыштар, терек, адамдар отыр әңгімелесіп, мықты істеп тастаған. Мына жақтағы мост, бана мен бірінші барған мост, ол шайқалады екен, кәдімгідей қозғалады. Ондай мостты көрмеген өмір. Өте қызықты. Тағы да бір мост, мосттары өте көп екен. Қанша мост бар екен Боржомида?
Көп екен шынымен көпірлер. Кейбірі тіпті ерекше жасалған екен. Ал бұл мосттардың ішіндегі ең ерекшесі. Қалай қатырып қойған, Бұлай айналып келесінде, бұлайынан өтесінде, сосын барып бұлай кету керек. Қармайтындар жоқ, мықты. Әдемі. Орталық паркке барар жолда осындай джиптар толып тұр екен. Неге десем, бұлар Мынандай үлкен джиптар турға шығады. Мыналардың барлығы тур. 100 ларидан арғарай 200 лариға дейін барады. Келісуге байланысты. Апайдың қолында баклажканы көрдіңіз бе? Барлығы Боржомидан су ішіп, және су алып келе жатыр. Біздің қазақтар саумалы ішсе, грузиндер таң атпай Боржоми ішеді. Мен де Боржоми суын ішуге бет алдым. Боржоми суын екі жерден ішуге болады. Парк алдынан оңға бұрылып сәл жүргенде осындай Боржоми бар. Суы салқындау кішкене, бірақ сол минералды, адамдардың айтуы бойынша. Ал парктың ішіндегісі жылы және минералы, айтуынша адамдардың көптеу екен. Боржоми қаласында баратын жер жеткілікті. Мүмкіндігімше мен барлық жерлерге барып, сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші осы паркке барыңыздар. Орталық парк, осының ішінде серный бассейн бар. Сол бассейнге түсеміз қазір бұйырса, соның барлығын көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Парк демекші, парк тегін емес. Билетті бір күнге сатып алады екенбіз. Шығып кетіп, сол билетпен кешке қарай қайта кіруге болады екен. Қызық, бірінші рет паркке кіру үшін ақша төлемекшімін. Осы паркке кіру 5 лари. Местныйларға, яғни грузиндерге 2 лари. Міне осындай билет береді. 5 лари. Кіргеннен кейін кішкене жүрген соң Боржоми ағып тұрған жерді көрдім. Осындай пайдалы минерал тегін ағып жатыр ғой, еш қоспасыз Боржомиді қалай ішпеймін. Паркке кірген бойда осы жерде Боржоми ағып жатыр. Тегін осы жерден баклажкаға құйып алып, немесе ыдыспен осы кісілер сияқты алып ішуге болады. Паркке кірген бойда сразу оң жағында. Осылай баклажка бересіз, өздері құйып береді, есік жауып тұр. Мадлоба. Ең бірінші рет Боржомиді ішіп көрейін деп жатырмын. Жылы. Дәмі бір түрлі қышқыл, бірақ ішуге болады. Пайдалы ең бастысы. Нағыз минералды Боржоми суын осылай құйып береді. Осы жақта 2 апай тұрады, 2 жағынан. Қанша баклажка алғыңыз келсе де алуға болады. Стаканмен құйып береді тегін. Алып кету тегін. Кішкене жүре бере сарқырамаға да кездестім. Одан бөлек көп жерде бұлақ суы ағып жатыр. Осы парктың ішімен жүре берсеңіз, осындай просто сулар бар. Бұлақтың суы. Егер керек болса, осындай бұлақтың суын ішіңіздер. Ал егер Боржоми ішкіңіз келсе, Боржоми ішіңіздер. Мықты, е? Сонымен қатар осы парк түбінде бассейн бар екен. Сера суымен денсаулыққа өте пайдалы. 2 километрдай жаяу жүріп жеттік әйтеуір.
Боржоми қаласындағы ең мықты жер осы серный бассейн. Бұл просто бассейн емес, сера, прям жып-жылы болу керек. Алла осы түсіп көрем. Содан соң мен сіздерге қалай болып отырған барлығын айтамын. Бұл жерге кіру құны 10 лари. Киім ауыстыратын жер осындай. Қыздардікі қаншақ, балдардікі осындай. Осының ішіне кіріп, қазір киім ауыстырып аламыз. Мықты екен сера деген. Осындай пайдалы минералдың тегін ағып жатқанын айтсаңызшы. Керемет су, кішкене ластау, бірақ 100% пайдалы. Пайдалылығы сонша жүрек жасарады екен. Ол ғалымдар дәлелдеп тастаған әңгіме. Сера суына шомылып алдым, Боржоми суынан ішіп алдым. Мықты. Грузиндерге бұл жағынан жолдары болып кеткен. Табиғат деген аямай бере салған ғой. Табиғат деген табиғатты да берген, жердің астынан шығатын бұлақты да берген, суды да берген. Барлығын аямай тауды да берген айтпақшы. Боржомиға келіп жатсаңыздар, осы жерге міндетті түрде соғыңыздар. Сіздерге менен рекомен. Сера парк деп жүрген кезде түскі астың уақыты да болды. Түскі ас кеше тамақ ішкен жерде 5 лари. Бүгін шайсыз лимонад аламын, сонда где-то 7 ларидың асы. Тамақтан соң қала аралау жалғасты. Қаланы айнала тау қоршаған. Қай жағына қарасаң да тау. Солардың біреуіне мініп қарағым келді. Maps.me деген картамен бір-екеуін қарап қойдым. Кәдімгідей биік екен. Бірақ міндім әйтеуір. Мен міндім әйтеуір. Бірақ мөнген еңбегіме витті қараңыздар. Қандай керемет. Боржоми. Қанша метр екенін білмеймін. Әйтеуір осы смотровая Maps.me деген картаға жазсаңыз, осы смотровая шығады. Осыған мөнсеңіз, вид осындай болады. Бұл жерде біреудің тастап кеткен үйі тұр, немесе қысқы үйі жазда дачаға кетіп қалған шығар. Вид деген енді просто бомба. Осындай керемет видтар үшін осындай биікке шығып қаланы қарауға болады. Боржоми қаласының халықтың 99% емделуге, яғни санаторийлеріне келеді. Қалған 1% мен сияқтылар шығар. Қалжың әрине, бірақ көбі осындай санаторийларға келеді. Сол санаторийлер туралы айта кетейін. Осы Боржоми қаласына көп адамдар санаториясы үшін келеді, яғни демалып, ем алу үшін келеді. Солардың кейбіреулерінің қысаналарын сіздерге айта кетейін. Сіздерге қызықты болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Я қызықты болды, немесе бұндай ақпарат керек емес еді деген сияқты жаза кетсеңіздер болады. Карун Плаза. Орталық парк қасында орналасқан. Сауықтыру курстары өте көп. Қосымша да төлеп курс алуға болады. Бір күнге бағасы 60 000 теңгеден бастап.
Боржоми Плаза. Бұл санаторий қамал стилінде жасалған. Іші бәрі жаңа әрине. 2015 жылдан бастап жұмыс жасайды. Бағасы бір күнге $120 бастап, теңгемен 55 000 теңгеден басталады. Ликани Боржоми. Орналасқан жері қаланың кішкене шетіне қарай, бірақ әдемі жерде орналасқан екен. Номерлері кең, жарық, әдемі. Тамақ пен сауықтырудың түр-түрі бар. Бағасы бір күнге 70 000 теңгеден бастап. Мен бұл санаторийлерге өзім жатып көрмедім. Тек сыртынан, есік алдынан көрдім. Және де интернеттен тапқан ақпараттармен сіздермен бөлісіп жатырмын. Бағалары әрине қымбат. Бұдан да арзандары бар. Мен тек ең әйгілі және тапқандарымды сіздерге көрсетіп жатырмын. Шамамен қандай болатынын көрсін деген оймен. Боржоми шағын қала, табиғаты мықты. Табиғат демекші, шын мәнінде Боржоми қаласына табиғат аямай барлығын беріп тастаған екен. Бұл жақта өмір сүру деген сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы деп ойлаймын. Боржоми әдемі, мықты қала, бірақ дегенмен өзіміздің Қазақстанға жетпейді ғой.